Birinchi rauнд басталуға жақын. Тиісті нұсқаулар айтылды. Виталий Родионов пен Еркебұлан Сейсенбаев арасындағы жекпе-жек. Қарағанды арена қазір жанкүйерге лықа толып ақырындап бүгінгі кештің сәнін одан сайын арттыра түскендей. Алғашқы соққы Родионовтың қолдаушылары жергілікті жанкүйерлердің санатында, өйткені Родионов Қарағанды тумасы екендігін айттық. Сейсенбаев Ақтау қаласының өкілі. Еркебұлан қарсыласына қарағанда бойшаң және бірден Родионовтың тарапынан жасалған қателік. Қазір Сейсенбаевқа өте ұтымды бір позицияны шығарып берді. Енді Родионов қарсыласының бір аяғының желке тұсынан асыра өте бір жақсы позицияны ұстанды. Бәлкім ерекше бір әдістің шеті шығатын сыңайлы. Вадай қақпаннан егер Сейсенбаевқа шығатын жол табылмаса, онда Родионовтың ойындағы аяқпен темір тордың жанасуға ұстауға болмайды. Тамаша Родионов қарсыластың аяғымен бірге қоса мойнын және берілудің белгісі бар ма? Және жекпе-жек аяқталды. Өте бір шындығында сенсация деп айтуға келетін шығар. Найза лигасының матчмейкері Жандарбек Изимовтың да аузы ашылып қалған бір сәтті көрдік. Өткені менше көптеген жанкүйер күтпеген сияқты мынадай жекпе-жек, яғни Родионов тарапынан мынадай жеңіс болады деп. Ну, Сейсенбаев яркий ударник, а вот на канвасе возникают проблемы. Там в партере Родионов попытался выйти на один прием, следом на второй и по итогу добился своего. Мы знаем, что Караганда — это кузница спортсменов, и это тому доказательство. А этот турнир стал возможен благодаря бренду Олимбет. Олимбет — инвестор спорт №1 в Казахстане. Давайте все вместе поблагодарим нашего партнера Олимбет. Сейсенбаев разочаровал, и это понятно. Яркий ударник, потерпел второе поражение. Ну и Михаил Краймер в клетке, неужели даст возможность сейчас? Виталий Родионов.